Барлығына сәлем. Жалпы зәр анализінде не көреміз, соны талқылайық. Жалпы жоспары. Бірінші, жалпы зәр анализінің маңызы, жалпы зәр анализінің сипаттамасы, жалпы зәр анализ қандай жағдайда тағайындаймыз. Зәр дегеніміз бұл қан, яғни ағзадағы қалдық зат. Бүйректің нефрондары арқылы өтіп, сыртқы ортаға шығып отырады. Яғни қалдық. Ол біздің ағзамызға керек емес. Жалпы зәр анализінің маңызы неде? Ең біріншіден ол арзан және нәтижесін тез көруге болады. Көбінесе қабылдау бөлімінде науқас тағайындауға ыңғайлы. Науқасты бірінші рет тексеру кезінде тағайындауға болады. Және де онда көп ақпаратты ала аламыз. Сонымен қатар жүкті әйелдерге де тексеру мақсатында жалпы зәр анализін тағайындайды. Әрбір келуінде. Жалпы зәр анализіне қандай заттарға мән береміз? Яғни физикалық қасиетіне, химиялық қасиетіне, микроскопиялық қасиеттеріне мән береміз. Физикалығы, яғни онда түсі. Қалыпты жағдайда зәрдің түсі сары сабан, сары түсті, ақшыл сары түсті болады. Егерде қандай да бір қызылшаны немесе бояғыш заттары көп дәрі-дәрмектерді, сәбізді көп жейтін болса, оның түсі өзгеруі мүмкін. Қалыпты жағдайда сол физиологиялық өзгеру болып табылады, ал патологиялық өзгеру онда қанның болуынан іріңнің болса, басқа түске өзгереді. Егерде қан көп болатын болса, зәрдің түсі қызарып кетеді, немесе ірің болатын болса, ет жуындысы деген сияқты, етті жуған су сияқты түске өзгеріп кетеді. Тығыздығы артқан сайын зәрдің түсі қарқынды бола бастайды. Мөлдірлігі, яғни қалыпты жағдайда ол мөлдір болу керек. Егерде тұздар, белоктар, май болатын болса, мөлдірлігі өзгереді. Тығыздығы қалыпты жағдайда 1010-1025-ті құрайды. Егерде тығыздығы артатын болса, гипостенурия, ал тығыздығы төмендейтін болса, жоғарылайтын болса, гиперстенурия дейді. Яғни тығыздығын төмендеуі гипостенурия. Ол каналдық концентрация, полиурия, яғни көп зәр шығару. Ұзақ ашығудың әсерінен, белоксіз диета кезінде, қантсыз диабет кезінде зәрдің тығыздығы төмендейді. Ал гиперстенурия, яғни суды аз ішкен кезде, интоксикация, қантты диабет ісінеулер кезінде зәрдің тығыздығы артады. Химиялық қасиеті. Қалыпты жағдайда зәрдің pH-ы 4,5-8,1-ді құрайды. Және де қышқыл, негізі зәр кішкене қышқылдау нормада кездеседі, кислый деп көрсетеді. Және де егерде қышқылдығы артатын болса, онда белок көп болуы мүмкін, ашығу, яғни тамақ ішпеген кезде, ішету кезінде, қантты диабет кезінде қышқылдығы артады. Ал сілті болатын болса, ол тыныстық ацидоз, метаболизмдік алкалоз, вегетариандық диета кезінде сілтілігі артады. Келесі белок. Қалыпты жағдайда нормада белок зәрде кездеспеуі керек. Егерде зәрде белок көретін болса, онда бүйрек патологияларына күмәнданамыз. Физиологиялық жағдайда болуы мүмкін, ол кім көп аяқта тұратын, яғни физикалық жүктемені көп жасайтын адамдарда, яғни спортпен айналысатын адамдарда, тұрып жұмыс жасайтын адамдарда 12-14 сағат бойы соларда белок 100 миллиграмм күніне кездесуі мүмкін. Және белок көп тамақтар тұтынған кезде. Ал патология ол бүйрек аурулар кезінде, системный, яғни жүйелі аурулар кезінде кездеседі. Белоктың артуы протеинурия, төмендеуі микропротеинурия деп аталады. Глюкоза, бұл да қанның құрамында мүлде кездеспеуі керек. Егерде қантты диабет кезінде, ицинка-кушинг, гипертиреоз кезінде глюкоза қанда зәрде пайда бола бастайды, яғни эндокриндік аурулар кезінде. Кетон денелері де зәрде кездеспеуі керек. Олар декомпенсация, яғни қантты диабет, токсикоз кезінде кездесуі мүмкін. Кетон денелері. Кейін микроскопиялық көрінісі. Яғни ол тек микроскоппен ғана көрінетін жағдайлар. Яғни біз түсін қараған кезде сары түсті, қызыл түсті екен, жай көзбен де көре аламыз. Бірақ оның ішіндегі құрамдағы заттарды тек микроскоппен ғана көруге болады. Яғни микроскопиялық несіне ондағы эритроциттер. Эритроциттер көру алаңды 2-3 болуы керек. Нормада егер одан артатын болса, гематурия
яғни микрогематурия бар, макрогематурия. Микрогематурия ол тоже микроскоппен көрінеді, ал макрогематурия қанның зәрдің түсі қанмен бірдей қызыл түсті болып келеді. Лейкоциттер көру алаңында 4-5 болуы мүмкін. Егер де лейкоциттердің саны артып кететін болса, лейкоцитурия деп аталады. Жалпы зәрдегі қандай да бір өзгерістер болатын болса, оған урия деген жалғау жалғанады. Бактерияда қалыпты болмауы керек. Бактериялар кездесетін болса, біз онда қабынуға күдіктенеміз. Ондай жағдайда ары қарайғы зерттеу жұмыстарын жасау керек. Цилиндрлер көру алаңында 0,1-ді құрайды. Егер цилиндрлер дегеніміз ол реабсорбцияға ұшырамай қалған белоктың қалдығы. Кейін нормада 0,1 шырыш болады көру алаңында, егер ол нормадан артып кетпеуі керек. Жалпы не үшін зәр анализін тағайындаймыз? Бүйрек ауруларына күдіктенген кезде, зәр шығару және жыныс жолдарын тексерген кезде, қанты диабет кезінде, жалпы тексеріс жасаған кезде, жүрек ауруларында, жүктілік кезінде, жүкті әйелдерге зәр анализін жиі тағайындайды. Егер де зәр анализінде белок байқайтын болса, онда ол инфекцияға күдіктену мүмкін, немесе белокпен бірге лейкоцит бактерия болатын болса. Ал егер белоктың саны көп болатын болса, эклампсияға күдіктенеді. Эклампсия дегеніміз, яғни жүкті әйелдің зәрінде белоктың артуы және де судорогидің болуы. Жалпы осы жалпы зәр анализі бойынша қысқаша ақпарат. Назарларыңызға рахмет.